Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сіздерге бүгін онлайн сабақтан кейін қалай кері байланыс алудың ең оңай және де көптеген ата-аналарға тиімді әрі ыңғайлы әдіс-тәсілдердің бірі WhatsApp веб. Қазіргі онлайн кезде көптеген үйлерде кабельді интернет, компьютер жоқ жағдайға байланысты әр мұғалімдер өз сыныптары мен интернет желісін ашқан болатын. Мен бүгін 3-ші сыныптар мен онлайн сабақ өткіздім. 3-ші сыныптан бүгін онлайн сабаққа кері байланыс алған болатынмын. WhatsApp арқылы орындаған сіздерге тиімді ме деген сұраққа ата-аналардың жауабы. Электронды почта арқылы орындағаннан WhatsApp пен орындағандарды жіберу оңайырақ. Өйткені WhatsApp пен парақшаны ашып тұрып орындағандарды бірден жіберуге болады. Ал электрондық почтамен кісінің почтасын жазу керек. Сосын түсінгенді галереядан іздеуді басып, әрбір түсінгенді жеке-жеке басып жіберіп отыру керек. Мен WhatsApp-пен жіберуді қолдаймын. Тиімді ма жоқ па білмедім, бірақ амал жоқ. Мектепте оқығанға жетпейді дейді балам. Әрине, WhatsApp дұрыс болар. Манардың жазғаны. Маған бүгін онлайн сабақ ұнады. Аздап қиындықтар болды. Бірақ әпкемнің көмегімен орындай алдым. Бүгінгі сабақтан презентация және жаңа слайд жасауды үйрендім дейді. Я, мектепте компьютер бар. Ақпараттық коммуникативтік технология тақырыптары компьютермен байланысты болғандықтан, компьютермен түсіндірілсе, сабақты бала тез ұғады. Компьютерсіз балаға жазылғандарды ұқтыру қиын. Түсінемін. Түсінікті апай, сабақ өте жақсы өтті. Сабақ қызықты өтті. Осылай ыңғайлы, түсінікті. Және де Гүлназ оқушы өз видеосын ұсынған болатын. Арқылы кері байланыс беру өте тиімді екен. Рахмет апай. WhatsApp тиімді апай. WhatsApp дұрыс па деймін. Бұл сабақ жақсы өтті. Мен қиналған жоқпын. Бәрі түсінікті болды. Мен презентацияны қалай сақтау керектігін үйрендім дейді. Апай, слайд жасап үйрендім. Мен слайд сақтау білемін дейді. Жақсы, сонымен қатар 3-ші сынып оқушысы. Біз слайд создавать еткенде bullet point тұтамыз. Өз тақырыбымызды жазамыз. Біз мынандай тұтамыз. Иә. Так, бұл слайдты кім жасап жатыр? Амина. Мына жерде басаппен жазу үшін мынаны басып отырып, Ж әрпін жазамыз. Иә, shift, иә. Осылай. Сосын біз цвет таңдаймыз. Мысалы, мындай фиолетовый. Оны басқа цветпен жасауға болады. Мысалы, мындай қызылмен. Бізде слайд. Слайд ашылды. Иә. Енді не істейміз? Мына жерге қоямыз. Потом. Сосын мынаны басамыз. Аша ғой. Здесь мультиктер, иә? Енді осы. Копировать. Мына жерде слайд бар. Вставить. Вот бірінші мультигің түсті. Ана әдемілеп қойып қой. Енді екінші мультигіңді алып кел. Элементтерге тағы да кіреміз. Басамыз. Копировать етеміз. Тағы да тық қоямыз. Слайдқа қайдан келеміз. Сосын вставить етеміз. Слайдқа кіреміз. Басамыз на кнопканы Ставить етеміз. И все. 3 мультигің дайын. Дайын, иә? Қайда сохранить етеміз? Сохранитті басасын. Қай жерге сохранить ет? Документы, Мультиктер. И аша ғой мультиктер деген слайдың қайда?
слайд. Біздің слайдымыз. Екінші бетін көрсет. Назарларыңызға рахмет.